Неге Америка бізде дайындала берсең болмай ма деген патриоттық сезім оянып кеткен сообщениелер келіп жатыр. Бізде болады, бізде де мықты тренерлар өте көп. Бірақ тренировка деген тренер ғана емес та. Кіммен дайындалып жүрсің, қасында партнерларың кім? Мысалы, мен баратқан залда бәрі почти UFC байыстар. Еще бір лигалардың чемпиондары да, как минимум. И олармен мен тез өсем да. Алматыда ондай специализированный чисто профессионалдар дайындалатын зал жоқ. Для себя қатысатындар келеді. Олар сенімен спарринг істегісі келеді, төбелеседі, қисық төбелесіп травма береді. Оның бәрін тихаря видеоға түсіріп алады да салж береді. В общем, одан бөлек Алматыда жүрсең 3-4 кездесу минимум күніне. Оның біреуі пайдалы болса, қалған үшеуі өтіріктен бір тема бар еді, сөйлесу керек еді дейді да, өтіріктен келіп суретке түсіп, қазын қуып жүргендермен сөйтіп кездесіп қаласың. И отвлекающий факторлар өте көп. Ана жақта отвлекать етпесін, чисто режим, тренировка, питание бәрін ұстанасың, шомылып аласың, дем аласың, бәрі четкий болып келесің да, альпин голд шашасың ғой, короче.